Кейбір бақ өкілдерінің хабарлауынша, кеше ғана Болат Назарбаевтың ұлы Нұрбол Назарбаев сот шешімімен 57 миллиард теңге көлеміндегі активінен айырылып, мемлекет меншігіне қайтарылды. Сонымен бірге оған 925 миллион теңге айыппұл және 230 миллион теңге айыпақы салынды. Ең бастысы, оның барлық банк шоттары бұғатталып, компания кірісін және жеке мүлкін басқару құқығынан айырылды. Хош, бұл құптарлық қадам. Десекте аталған әулеттің рейдерлік жолмен иеленген базарлары, сондай-ақ Алматы қаласы мен облысында заңсыз алған жер телімдері туралы қоғамда түрлі деректер айтылып жүр. Әсіресе Атышулы Алтын Орда базарына қатысы жиі сөз болады. Алайда аталған нысандардың жоғарыда тәркіленген активтердің қатарында бары не жоғы әзірге белгісіз. Себебі бұл мәселелердің нақты жай-жапсары ашық түрде жарияланбаған. Осыған байланысты төмендегі талаптарды қоюды орынды деп санаймын. Бірінші, Нұрбол Назарбаевтың иелігіндегі компаниялар мен активтерге түгендеме жүргізіп, оның заңдылығын анықтау, заңсыздарын мемлекет меншігіне қайтару. Екінші, аталған қайтарылған заңсыз активтер және олардың пайдалануы бойынша толық ақпаратты жұртшылыққа қолжетімді ету. Үшінші, Алтын Орда базары және Алматы қаласы мен облысындағы заңсыз иеленген жер телімдері бойынша тергеуді бастау.